Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, сіздермен бірге Куба жаңадан басталып келе жатқан ақын туралы сөйлесеміз. Оның есімі Қуат. Уже бағдарламаның басында біздің ақын қаншама көрермендермен ұрсыса бастайды. Сен балаңды көр, балаңды табыссаң болды. Тратышма атылмай дейміз айбална. Не қаншы отсың? Нарда актерский тірлік істеп жатыр Қал деп бар ғой. актерский. Мен қалай? Негізінде былай қарағанда ол расымен де актерский ойын ғой. Бір-ек кездесу болады, одан кейін қайтадан жүрегін жаулаймын. Бір-ек гүлін апарам, қайтадан жүрегін жаулаймын. Қуат бізге өзіне сенімді жігіттердің бірі болып саналады екен. Басы бар, аяғы жоқ, басы бар, аяғы жоқ. Ол керек адам өз реттеп алады. Дұрыс қой, 4 жылда ол наргиз. Да что ты, черт побери, такое несешь? Сағынышын жасыра алмай, көзіне де жас алды. Негізінде былай қарасақ бар ғой, жүргізушінің өлеңі Қуаттікінен кем болған жоқ қой деймін. Бірақ Қуаттың ойынша бірдеңе жетіспей тұр ше. Кел татуласайыққа бала мен әйелімді ізде келдім дейді. Орыстар айтқандай ищет где бы прохайпиться. Жо, мен баламды да іздеп отырмын, бір жағынан сені де іздеп отырмын, ше Наргиз. Сүйемін ғой, шын көңілмен сүйемін ғой. Айсұлу деп әнімді айтамын ғой. Оңашада Айсұлуды елестетіп, көз алдыма бейнесін күлімдеп. Келіншегіңіз көрер, балапаныңыз көрер. Көрсін. Жүрегі жібейтін шығар деген ой. Негізі расымен баласын ізде келетін адам болса, ол қалауынға бармайды ғой. Сағынып та жүрдім ғой, алыста ғой. Мылдықтың артында отырсам да Айсұлу деп жүрегім соғып тұрды бұл күн.